Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін шоколад қосылған банан кексінің өте қарапайым және жеңіл жасалатын рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен духовканы 180 градусқа қойып қыздырып аламыз. Сонан кейін банандарды блендердің көмегімен пюре жасаймыз. Содан кейін басқа ыдысқа жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май және де қантты қосып, жақсылап, қантымыз ерігенше жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқа массасын дайындап алғаннан кейін жеке ыдысқа алдын ала еленген ұнға сода және тұз қосып араластырамыз. Ендігі кезекте жаңағы пюре қылып алған бананымызға ванилинді, жұмыртқа массасын және ұнды қосып, жақсылап қамыр жасаймыз. Массамызды лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді араласқан массамызға өзіміздің ұнатқан шоколад түрін қосамыз. Жақсылап араластырып, қамырымызды кекс пісіретін арнайы формаға құйып, 180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болғанын шпажканың көмегімен тексеріп, піскеннен кейін кексімізді өзінің формасында суытамыз. Суыған кексімізді өзіміздің қалауымызша әсемдейміз. Мен бетіне шоколад ертіп құйдым. Мінекей, дәмі өте дәмді, иісі мұрын жаратын банан қосылған кексіміз дайын болды. Рецептісі өте оңай және жеңіл жасалады. Жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.